Geçsinler mi balalar? Bugünkü sabahka tuğul geldik be. Кезекші айтып жіберші. Барлығы оқушы түгел. Өте жақсы. Олай болса, көңіл күйіміз қалай? Тамаша. Тамаша болса, бірінші сабақты серпінту сәтімен бастап жіберейік. Кәне бәріміз тұрамыз. Сан қилы есепті шешетін боламыз десеңде білімгер, ең дұрыс шешімді беретін жауапты дәл таба білімгер. Өте жақсы балалар, отырыңдар. Сабақта бір-бірімізді Тыңдаймыз, сыйлаймыз, уақытты үнемдейміз, тапсырмаларды түгел нақты жауап береміз. сабаққа қатысқанда Белгілері танытып, жақсы баға аламыз. өте жақсы балалар. Олай болса біз бірінші үй жұмысты тексеріп өтейік. Өткен сабақта біз қандай тақырыпты өттік? Шеңбер және дөңгелек. Шеңбер және дөңгелек. Үй тапсырмасын орындадық па? Я. Қане қарақат. Оқып жіберші. Шеңбердің Бәріміз тоқта. Бәріміз үй тапсырмасын ашып қарап отырамыз. Дұрыс еместігін тексереміз. Шеңбердің диаметрі 12 сантиметр. 24 сантиметрді екіге бөлдім. 12 сантиметр. Ал шеңбердің радиусы 6 сантиметр. Дұрыс па балалар? Я. Қане барлық алдарына ашып қойыңдар. Көріп шығайық үй жұмыстарында. Сабақта және дөңгелек тақырыбының екінші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты радиусы бойынша шеңбер және дөңгелек салатын боламыз. Дөңгелек дегеніміз не? Кім есімізге түсіріп жіберейік? Ілияс? Дөңгелек бұл шеңбермен шектелген жазықтықтың бөлігі. Дұрыс па балалар? Я. Ал шеңбер дегеніміз не отыра ғой Ілияс? Бейбіт? Шеңбердің центрі деп аталатын бір нүктеден барлық нүктеге бірдей қашықтықта жататын тұйық сызық. Өте жақсы. Ал енді балалар, шеңбердің радиусы дегеніміз бар. Кім айтады? Радиус дегеніміз не? Алина? Шеңбердің центрі оның қандай да бір нүктесімен қосатын кесінді. Дұрыс па балалар? Я. Өте жақсы. Міне, шеңбердің центрін кез келген шеңбердің шеткі сызықтарымен қосатын кесіндіні біз радиус деп айтамыз. Радиус диаметрдің несі? Жартысы, тең жартысы. Жақсы. Ал енді бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырмада оқулықты ашамыз. Әртүрлі жастағы балаларға арналған велосипед дөңгелегінің радиустарын анықтайтын боламыз. Қазір біз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Балалардың велосипедтерінің дөңгелектерінің радиусын табамыз. Бірінші, 2-3 жастағы баланың бойы 90-100 сантиметр екен. Ол баланың айдайтын велосипедінің дөңгелегі диаметрі 30 сантиметр. Радиус қанша болады? 15 сантиметр. Әрі өзді жалғастырамыз. Кім оқиды? Айарым сен оқиды. Баланың жасы 4-6 жас. Баланың бойы 95-105 сантиметр. Баланың айдайтын дөңгелектің диаметрінің өлшемі 35 сантиметр. Дөңгелектің радиусы 17 сантиметр 5 миллиметр. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Баланың айдайтын велосипедінің дөңгелегінің диаметрі деп айтамыз 35 сантиметр. Оның тең жартысы қаншаға тең болады? 17 сантиметр 5 миллиметр болады екен. Дұрыс жақ. Әрі қарай жалғастырамыз. Кім Ерасыл оқи ғой? Баланың жасы 6-8 жас. Баланың бойы 100-115 сантиметр. Дөңгелектің диаметрінің өлшемі 40 сантиметр. Дөңгелектің радиусы 20 сантиметр. Дұрыс па балалар? Я. Өте жақсы, дұрыс. бөлімі өзгеріссіз қалады да алымдары бір-бірінен азайтылады. Өте жақсы жауап. Ал қосқан кезде ше? Қарақат айта ғой. Бөлімдері бірдей бөлшектерді бір-біріне қосқан кезде
Өте жақсы, отыра қойыңдар. Қазір біз балалар жұптық жұмыс жүргіземіз. Қарақатпен Ернұрға, сол жақтағы екіншісі Ілияспенен Аяруға, оң жақтағы Ерасыл мен Алинаға, қалған соңғысы Бексанатқа. Кәне орындаймыз. Асықпай. Ал Қарақатпен Ернұр оқып жіберсін. Оқулықтан қараймыз бәріміз. 132'den 35, azaytı 132'den 35. 132'den 29, olsun 132'den 5. 10 jağı köp. Оң жағы көп. Қанша шықты оң жағы? 34. Al sol жағынан 0. 132-ден 0. 0. Оң жағынан қанша шықты? 132'den 34. Дұрыс па? Жақсы, отыра ғой. Келесі Аяру. Sol жағынан 150'den 78 қосып 150'den 20. 150'den 98 болады. Оң жағы ше? Оң жағы 150'den 90, қосу 150'den 35. Бұл жерде қосқан кезде 150'den 125 шығады. Сонда оң жағы көп. Өте жақсы жауап. Келесі Ерасыл. 200'den 65, қосу 200'den 125. Тең болады 190. Оң жағы 200'den 99, қосу 200'den 86. Бұл жерден 185 шығады. Сол жағы көп дейді. Дұрыс па? Иә. Өте жақсы балалар. Отыра ғой. Бейбіт. 90'dan 13, sol жағынан 62 шығады. Ал 90'dan 29 қосу 90'dan 37, оң жағынан 66 шығады. 90'dan 66 шығады. Оң жағы көп. Дұрыс па? Өте жақсы балалар. Олай болса сендер бөлшектерді қосып азайта алады екенсіңдер. Бөлшектерді және бір-бірімен салыстыра аламыз. Барлығына бір балдан. Өте жақсы. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бұл балалар өзіндік жұмыс. Кәне барлығымыз тез орнымызға отыра қоямыз. Тақырыбымызға сай шеңберлесін. Кәне Қарақат. Енді 3 сантиметр өлшеп ал. Қарақат неше сантиметр? 5. Міне, циркульді ұстаған кезде оның төбесінен, сонда мұнан төбесінен ұстап, айналдырып жібереміз. Бейбіт өте жақсы. Ал сонымен балалар, берілген өлшемдер бойынша шеңбер сыза алады екенсіңдер. Дұрыс па? Олай болса, шеңбер жұмыстарына, өзіндік жұмыстарына Бейбітке 1 балл, Ернұрға 1 балл, Ілиясқа 1 балл, Бексанатқа 1 балл, Қарақат сыза алмай отыр. Ерасылға 1 балл, Алина, Аяру. Ал балалар, мына орындаған тапсырмаларын оқып жіберіңіз. Алина басташы. 300'dan
азайтып 1546 кен 298.454 Дұрыс па балдар? Дұрыс па? Отыра ғой, жақсы, өте жақсы. Ерасыл. 90'ның boş azaytып 104.780 tek 35.223 Өте жақсы, отыра ғой. Дұрыс па? 187.812 bölü 333 тең 564. Дұрыс па? Өте жақсы, отыра ғой. Келесі, келе ғой. Бексанат, қарақат, екеуі қалдыңдар. Бір-бірлерден орындап жастайық және. Қарақат бор саған. Бексанат, сен мына жерге орындаш. Орындар сол жерге. Қарақат сен мына жерге орында. Сонымен балдар, біз мынау 6-шы есепте кім жылдам ойыны арқылы барлығына бір-бір балдан қойып шығамын. Өте жақсы орындап шықтыңдар. Қорытындылай келе, бейбіт 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бейбіт 10, Ернұр 6, Ілияс 9, Бексанат 5, Қарақат 3, 4, 5, 6. Қарақат 6, Ерасыл 5, 6, 9, Алина 4, 5, 6, 7, 8, 9, Аяру 5, 6, 7, 8, 9. Аяру 9 бал. Міне бүгінгі сабақта алған бағаларың балалар. Өте жақсы қатыстыңдар. Енді үйге тапсырма алайық. Үйге тапсырма. 8-ші тапсырмаға қараңдар. Сен зерттеушісің. Мына жердегі торгөзге қараңдар, сиқырлы торгөзге. Қарадық па? Бұл жерде көлденеңінен де, тігінен де санағанда бірдей сан шығу керек. Осыны үйге аласыңдар. Және 9-шы тапсырмада суретке қара, фигураның периметрі мен ауданын есептеп табасыңдар. Периметр мен ауданды табаламыз ғой балдар, иә? Түсінікті ғой үй жұмысы? Олай болса, жақсы деген бағаны қойдым бүгінгі сабақтарыңа. Жаман емес. Ернұр кішкене талпыну керек, Бексанат талпыну керек. Өзіміздің жазған тапсырмаларымызды мұқият оқып бере білу керек. Түсінікті ма? Сосын Қарақат кішкене жылдамдықты арттыру керек саған. Ал сонымен балдар, бүгінгі сабақта алған әсерлеріңді қолдарындағы стикерге жазып, міне мына жерге іле қойыңдар. Білім қоржынына ілеміз. Сабақ түсінікті болды ма? Немесе онша түсінбей қалдыңдар ма? Міне мына жерде 3 қоржын тұр. Өте жақсы түсінгендер қызыл қоржынға, сабақты жақсы түсінгендер көк, ал әлі де ізденуім керек деген балалар болса, сарыға апарып жақсылуларға болады. Жапсыра берулерге болады. Қарақат. Сабақ түсінікті болды, өте керемет өтті. Маған сабақ өте қатты ұнады, мен өзіме әсер алдым. мен сабақты жақсы түсіндім. Ортасына жақсы болса, мен сабақты өте жақсы түсіндім. Маған сабақ көңілді өтті. Сабақ өте керемет. Сабақтан неше түрлі әсер алдым. жақсы. Бұл сабақ өте жақсы, керемет болды. Жарайсың. Бүгінгі сабақ өте тамаша өтті. Міне балалар, қоңырау да болды. Осыменен сабағымыз аяқталды. Келесі жүздескенше қош сау болыңдар балалар.